Білім және ғылым 2019. Осындай атаумен Елордада 17-ші халықаралық білім көрмесі өтіп жатыр. Мұнда Қазақстаннан бөлек Ресей, Болгария, Канада, Латвия, Польша, Швейцария елінен бас аяғы 18 жоғары оқу орнының өкілдері бас қосқан. Биылдыққа 17-ші рет өтіп жатқан шараны халықаралық Атакент Экспо көрме компаниясы ұйымдастырған. Қатысушылар мұндай жиындар білім ордалары арасында өзара қарым-қатынасын нығайтады, әрі тәжірибе алмасуға мол мүмкіндік береді дейді. Бұл көрме бізге әрине жоғары деңгейге шығуға, басқа халықаралық деңгейге шығуға, сонымен қатар шетелдік студенттердің көбеюіне, өзімізді басқа елдерде танытуға, сонымен қатар тәжірибе алмасуға көптен көп септігін тигізеді. Қымбатты көрермен, мендегі бар ақпарат осы. Ауа райы эфирде көріңіздер.